алдындағы күнге келіп едім ғой. Хамадза, мен алдындағы күнге басыма сотрясение алып келген қыз. Сотрясение алған қызбын ғой. Бірінші медбикеге қаралып кел. Жақсы. Саламатсың. Сен алдындағы келген қызсың ба? Иә, дәл өзімін. Дәл өзі. Кел, онда мен сені тыңдап жіберейін. Мына жерге тұра ғой. Мына жерді тыңдап көрейік. Басын отыр. Жақсы. Мынау көзге тамызатын, мынау көзге... Міне, осыны күндегісін күнде басына жағып жүресің. Жақсы ма? Хорошо. Жақсы, сау бол. Міне мен басыма жағатын зат алдым. Я, жаңа Гүлмира берді ма? Я, Гүлмира тәте берді. Қазір. Қызуың бар ма? Қызуымды өлшемеймін. Қызуың жоқ. Жақсы, бара бер. Жақсы, сау болыңыз. Жаңа қыз қалай екен? Қарап көрейін. Жақсы ма? Білмеймін, шошына береді қайта-қайта. Бір нәрсесі болып тұр ғой бұл қыздың. Қазір сәлден кейін отаға алып келші. Жақсы. Гүлмира, ал врач. Қазір ота жасағанда көмектесетін боласың. Жақсы, көмектесем ғой. Маскаңды тағып ал. Жақсы. Маска ба? Мадина, отаға дайындаш. Жақсы. Келіңіз. Жағдайыңыз мәз емес сияқты. Иә. Келіңіз, мынаны киіңіз. Жатыңыз. Дайындадым отаға. Жақсы. Диагноздарын дайындаш, қазір диагноздарын қарап тұрамыз. Жақсы. Не диагнозы? Дайын диагноз. Қазір мынаны алайын. Мынау көзге тамызатын ба? Мынау көзге тамызатын, мынау екен. Бұл көзге тамызатын емес. Қазір отаға қажет болады. Так. Болған сияқты бәрі. Дайындадым. Жақсы. Далада қызметкерлерді шақырш, ота жасағанда көрінбей тұрсын. Жақсы. Ана ота жасайтын нені де алып келмеді ғой. Жапқышты да. Иә, бәрі дайын. Жұмыскерлерді шақырш, Мадина. Жақсы, Гүлмира. Келіңіздер, болыңыздар. Жақсы. Врач сіздерді шақырып жатыр. Жақсы, не үшін шақырып жатыр? Бастық не үшін шақырып жатыр? Иә, не болды? Иә, біздің не үшін шақырдыңыз, бастық? Қазір ота жасағанда сендер ана қызды жауып тұрасыңдар. Себебі жапқышты алдында заказ бергем, әлі әкелген жоқ. Жақсы, без проблем. Ақша бересі. Ой, беремін. Жақсы ғой, істейміз ғой. Жақсы. Иә. Кел. Айдай. Кейде ішім ауырады. Кейде ішім қатты шаншиды.
Ішінді тыңдап көрейін. Ішін дүкілдеп соғып тұр, ішіне жел қарысқан ғой. Қазір атың кім? Серқалиұлы Жандос. Серқалиұлы Жандос. Қазір. Серқалиұлы Жандос деген келіп тұреді ғой, соның нелерін қайсысы деп қарап көрейін дедім. Қазір күте тұр. Жоқ, бұл емес. Бұл да емес. Серқалиұлы Жандос дейді. Я, дұрыс. Қазір жиі ішің ауырады екен ғой. Я, жиі ауырады. Жазып қойыпты міне. Өткенде Алғаға барған Жандоссың ба? Я. Бара бер. WhatsApp-тан мамаңа жіберем ғой дәрілердің тізімін. Жақсы. Келесі. Қай жеріне тұр? Жоқ, мен справка алуға келгенмін ғой. Жазылдым. Алғын күнден бері сабақтан қалып жүрдім. Справка ма? Справканы мен бермеймін. Врач береді. Отыра тұр. Туар отыр. Өзім білемін ғой. Алмасы? Жоқсы. Ота жасаймыз. Ота. Гүлмира, бол. Жақсы. Сендер жауап тұрасыңдар. Жақсы. Гүлмира, отаны бастаймыз. Жақсы. Сендер осылай алыстан да жауап тұрасыңдар. Бір сағат өткеннен кейін. Ота аяқталды, рахмет. Оқас жоқ. Ақшамызды бересіз бе? Тұра тұрыңдаршы, еш кішкене. Бара беріңдер. Жоқсы. Осыларды қызық. Мадина берді. Мұналар кім? Мен жей жүрген адаммын ғой. Сіздер кімсіздер? Мен қызым әкесімін ғой. Мұнар менің қызым. Сәлеметсе. Саламатсың ба? Қыздарымызға операция жасадық. Қыздарымыздың жағдайы қалай? Қызымыздың жағдайы қалай? Қызым жақсы ма? Айтыңызшы. Қуанышқа орай қыздарымыздың жағдайы жақсы. Ота сәтті аяқталды. Жақсы болды ғой. Апатай. Рахмет сізге. Рахмет. Мен сізге қарыздармын. Болды. Қыздарыңыз бір күннен кейін шығады. Ауырып жүрсе әкеліңіздер. Жақсы, әкелеміз. Қызды система алатын жерге палатаға жатқызыңдар. Жақсы. Келіп тұра ғой. Желмен маған сүйен. Сіз маған сүйенейін деп тұрсыз ғой. Мадина жатқызшы. Жақсы. Мадина жатқызайын деп жатыр. Жатып тынығып ал.
Келесі справка алуға келдім бе? Жоқ, қаралып кетейін деп едім ғой. Не болды? Күнде тамағым қышиды. Атың кім? Серқали қызы Гүлнұр. Міне, риск табылды ғой. Ішіне дәрі жазып берем. Міне, осы дәрілерді сатып алып іш. Жақсы. Келесі. Справка ма? Справка алуға келгем. Врачтан аласың. Жақсы. Келесі. Адыля. Ой, қайдағы? Мен сізді танымайым. Кешір, Адыляға ұқсайды екенсің. Ештеңе етпейді. Менің атым Медина. Әдемісім екен. Рахмет. Қаралуға келдім бе? Қаралуға келгем. Не болды? Алдыңғы күні келіп едім ғой. Тамағым іші іріңдеген жері тесілгенде врач айтып еді. Мұрнымның іші қызарып ісіп жатыр, ар жағы. Система алатын жерге жатқызамыз. Жүр. Мадина, система алатын жерге жатқыз. Қалғандарын справка ма? Мен справка емес. Айта бер. Адында сіз мен аяғым сынғанда ота жасадыңыздар ғой. Содан кейін аяғым жазылып, гипс жүрдім. Содан кейін жазылды ғой. Аяғың ауырса кел деп, сол ауырады. Кешіріңіздер. Сен үйіне қайта бер. Сосын мамамен сөйлесеміз. Жақсы. Мұның ішіне кел. Жақ қойайық. Міне. 15 минут сайын тамызып тұрмын онына. Жақсы ма? Жақсы, Гүлмира. Гүлмира емес. Гүлмира жолдасына. Жақсы, Гүлмира жолдасына. Врач, мен үйге қайта берсем бола ма? Не үшін? Уақыт болды ғой. Жарайсыз, қайта бер. Мен кеттім. Түстен кейін келіңдер, ма? Түстен кейін ғана справка бере алам. Бәрі кетті, енді мен оларды қарап отырам. Бір орындық салып қойса болатын еді ғой. Отырайыншы. Енді мына қызыл шаштағы қыздың үйіне көз жүгіртейік. Қызымыз больницаға түсіп қалды. Мұрнының іші ісітір дегесін, оған операция жасайын деп жатыр. Қызым, аман ба? Аман. Аман болса болды ғой.
осымен серия аяқталды.